Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қазанның қақпағында ерекше әдіспен пирожки дайындайтын боламыз. Үйіңізде май болмаған жағдайда, немесе пирожкиіңіздің арасы қамыр болып қалатын жағдайда дәл осы әдіспен жасап көріңіз. Тандыр самсаға ұқсас дәммен дайын болады. Ерекше дәмді әрі өте оңай жолмен дайын болады. Қарапайым заттармен дайын болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Каналыма тіркелмесеңіз, төмендегі қызыл батырманы басып тіркеліп алыңыз. Ал енді біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Оның үстіне қант, тұз және ашытқымызды барлығын бірден қосып, содан соң бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырып барлығы толық араласқанша. Содан соң барып оның үстіне 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, илектен ұнымызды өткізіп алатын боламыз. Ұнды илектен өткіземіз міндетті түрде, арасында түйіршік болып қалуы мүмкін. Ең алдымен бірінші ұнымызды өткізіп болған соң лопатканың көмегімен сұйық масса болғанша араластырып аласыздар. Содан соң келесі кезекте ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр едетін боламыз. Содан соң барып қолмен едейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. Үстіне 1 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, жан-жағына жағып, бетін міндетті түрде пакетпен немесе пищевая пленкамен жауып қойыңыздар. Ауа кірмейтіндей қылып, жылы жерге қойып қойыңыздар. Шамамен 30-40 минутта біздің қамырымыз өте әдемі болып көтеріледі. Ал енді біз начинкасын дайындаймыз. Міндетті түрде піскен картоп, тұз және сармай қосып, барлығын жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Майға негізі жуаны, яғни пиязды қорып қоссаңыздар да болады. Негізі менің отбасым оны жақсы көрмейді, жай ғана осындай түрін ғана ұнатады. Егер сіздің семьяңызда ұнататын болса, міндетті түрде пиязды қорып қоссаңыздар болады. Және де капустамен де істеуге болады, қыздар. Начинкасы өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен жай ғана картопты майға, тұзға қосып езіп дайындадым. Міне қамырымыз да осы кезде 30-40 минут көлемінде әдемі болып көтеріледі. Қараңыздар, созған кезде жұмсақ болады, қатты болып қалмасын. Қамырларыңыз жұмсақ болуы керек. Енді қамырды қолға жабыспайтындай қылып ретке келтіреміз. Қамырдың дәл ортасынан 2 бөлікке бөліп аламыз да, бөлінген бөліктерін майда бөлікке бөліп алатын боламыз. Бұл жерде де өздеріңіздің қалауларыңыз көлемі үлкен болсын, кіші болсын. Бірақ біз қазанның қақпағына пісіріп жатқаннан кейін қатты үлкен емес, орташа көлемде дайындайтын боламыз. Қолымызбен қамырды осылай домалатып, бетін пакетпен жауып қоятын боламыз. Бетін пакетпен жапқаннан кейін шамамен 15 минуттай тұру керек. Сонда қамырды қолмен үстінен басқан кезде өте оңай, жеңіл басылатын болады. Ешқандай ұнды қажет етпейді. Тек қана қолдарыңызды көп емес, кішкене ғана сұйық маймен майлап алсаңыздар болады. Майламасаңыздар да кішкене ғана жабысады, ол еш нәрсе қылмайды. Начинкасын салып, жақсылап тұрып түйіп, бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Егер сіздің қолыңыз қатты сұйық май болып кететін болса, қамыр бір-біріне жабыспай қалады. Сол үшін де қолды қатты майлап жібермеңіздер. Мына бас кезінде мен ешқандай май пайдаланған жоқпын, кішкене ғана жабысты. Содан соң ғана көп мөлшер емес, аз мөлшерде ғана қолымның ұшын ғана майға батырып қолмен жұмыс жасап көрдім. Осы кез өте ыңғайлы, қолға да жабыспайды, қамырда қатты май болмайды, жақсы бір-біріне жабысып шығатын болады. Осылай әдемі етіп начинкамызды көп емес, орташа көлемде қылып қосып, жақсылап тұрып видеодағыдай бір-біріне 2 қамырды үйкестіріп, жақсылап тұрып түйіп шығасыздар. Түйілген қамырымыздың үстін сәл ғана 1-2 рет басып жібересіздер де, реттеп бетін жауып қойып қоясыздар. Бетін жапқан кезде қыздар тағы да 15 минуттай тұрса жеткілікті. Қамыр өз-өзіне қалыпқа келіп әдемі болып көтерілетін болады. Қамырды түйіп жатқан кезде міндетті түрде пештің астын қатты отқа қойып, қақпағын жауып. Міндетті түрде қыздар пеш қатты қызып тұру керек. Қызған пешке жұмыртқаның ақуызына қамырдың артқы бөлігін жағып, бірден біздің қақпаққа жапсыратын боламыз. Біздің қақпағымыз қатты қызып тұрған кезде өзі пышылдайды. Егер сіздерде пышылдамаса, онда қақпақ қызбаған болады. Сонда қызбаған қақпаққа жапсыратын болсаңыздар, орташа қызған қақпаққа түсіп қалады. Қыздар қатты прям қызып тұру керек. Қамырды жапсырылған кезде міндетті түрде пышылдаған өзінің дауысы шығады.
Міне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай кезек-кезек барлығын жапсырып шығасыздар. Өте тез піседі, өйткені біздің начинкамыз пісіп тұр уже ішінде. Енді бізге қамыры піссе болды. Бетін міндетті түрде жұмыртқаның ақ уызын, сары уызымен жақсылап тұрып, барлық шетіне тигізіп жағып шығасыздар. Егер үйіңізде кунжут, мак болса, әсемдік ретінде сеуіп қоюға да болады, қыздар. Ерекше әдемі көрініске ие болады. Яғни дастарханыңызда әдемі болып көрінеді. Міне осымен біздің пирожкаларымыз да дайын болды. Енді қақпағын төңкеріп, оттың астын осы кезде жай отқа қойып, шамамен 20 немесе 30 минутта пісіп шығады, қыздар. Өте жылдам піседі. Осылай көтеріліп шығады. Мен мына жерде сіздерге екінші порциясын көрсетіп жатырмын. Бірінші порциясын түсіріп үлгермей қалдым. Сол себепті қазан кішкене ғана ластанып тұр. Бірінші порцияны пісіріп болғаннан кейін жумай қазанда екінші порцияны жапсырып пісіре берсеңіздер болады, қыздар. Астын осылай пышақпен қырып алсаңыздар да болады. Жұмсақ дәмі кәдімгі тандыр самсаның дәміне ұқсастау болып келеді. Майда, духовкада піскеннен қарағанда дәмі бәрібір де өзгеше болады, қыздар. Егер жасағыңыз келсе жасап көріңіздер. Ал қазанды қатты отқа қыздырып, қырғышпен қырып жуып алсаңыздар болады. Пешті міндетті түрде қатты отқа қоясыздар да қазанның қақпағын жауып, қатты қыздырасыздар, сосын жылы сумен қырғышпен қырсаңыздар, барлығы кетіп қалады, қыздар. Бұл қатты күйе емес, сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналым ұнаса, тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар.